Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Ақерке. Бүгін біз вупи-пай тортын дайындайтын боламыз. Бізге қажетті ингредиенттер: алдымен Қазақстан шоколадын алып бөліктерге бөліп, бөлек ыдысқа салып алатын боламыз. Және де бір бөлігін алып қаламыз. Үстіне 40 грамм сары май қосамыз. Және де микроволновкаға жылытуға жібереміз. Жылыту барысында 5-10 секунд сайын араластырып отыруымыз қажет. Себебі шоколадымыз күйіп кетуі мүмкін. Және де ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып аламыз. Үстіне 80 грамм қант қосамыз. Қантымыз ерігенге дейін миксердің көмегімен жақсылап араластыруымыз қажет. Видеода көрсетілгендей болып шығады. Үстіне жаңағы ертіп алған шоколадымызды құямыз. Және тағы да миксермен араластырып аламыз. Бөлек ыдысқа құруақ ингредиенттерді араластырып алуымыз қажет. Ол үшін бізге 100 грамм ұн, 20 грамм какао, және де 10 грамм разрыхитель қажет болады. Үшеуін салып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін дайын болған массамыздың үстіне құямыз. Жасау барысында тез қимылдауымыз қажет, себебі ішіндегі ерітілген шоколадымыз қоюланып кетуі мүмкін. Мінекей осылай тағы да миксермен араластырып аламыз. Келесі кезең бізде пергаментке дайын болған массамызды салуымыз қажет. Мен бұл видеода көрсетілгендей сызбай-ақ осындай форманың ішіне жағып алдым. Бұл маған әлдеқайда ыңғайлы болып табылды. Шамамен біздің массамызға қарай төртеу шығады. 180 градуста пісіріп аламыз, яғни 5-7 минут көлемінде. Піскенін арнайы ағаш таяқшамен тексеріп алуымыз қажет. Келесі кезең бізде оның кремін дайындаймыз. 500 грамм творожный сыр, 200 грамм сливки және де 100 грамм сахарная пудраны қосып, миксердің көмегімен төменгі жылдамдықтан бастап жоғары жылдамдыққа дейін жақсылап араластыруымыз қажет. Сонда біздің креміміз жақсы болып шығады. Енді біз оның жиналуына көшеміз. Дайын болған кремімізді қапшыққа салып алдым. Және де алдымен тексеріп алдым. Мінекей осылай жағып шығамыз. Шеттеріне жағып болғаннан кейін ортасына да жағуды ұмытпаймыз. Мінекей 3-ші қатарына келдім. Тағы да бір мәрте көрсетіп өтейін. Бізде барлығы 4 қамыр шығатын болады. Ең соңына келгенде кремнен қалған қалдығын осылай бетіне жағамыз. Сонда бетіне ертіп құятын шоколадымыз жақсы тегіс болып түсетін болады. Және де тоңазытқышқа 2-3 сағат көлеміне жіберіп алдым, немесе бір түнге қойсаңыздар да болады. Және де бағанағы шоколадтан қалдырып қойған бөлігіне 20 грамм май, және де 20 грамм сүт қостым, және де микроволновкада ертіп алдым. Осылай бетіне жағып шықтым. Тағы да бір мәрте мінекей кесіп көрсетейін. Егер де рецепт ұнаған болса, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.